Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі пәні сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын сабақтың тақырыбын болжап алайық. Ол үшін мен ұсынған бейнесөзді шешеміз. Уақыт аяқталды. Бейнесөздің жауабы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мың алғыс саған қазақ халқы. Сабағымыздың оқу мақсаттарымен таныс болайық. Әлеуметтік қоғамдық оқу еңбек тақырыптарына байланысты мәтіндердегі автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Еліктеуіш сөздердің мәтіндегі қолданысын түсіну. Алғыс айту күні Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған мәңгілік ел жалпы ұлттық патриоттық идеясының қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы, еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан халқы ассамблеясының күні. Бүгінгі сабақтың мән-мазмұнын жете түсіну үшін назарларыңызға Жерұйық кинофильмнен алынған үзіндіні ұсынамын. Вот, я казак. Мен қазақпын. Сендер кімсіңдер? Біз кәріспіз. Кәрістер? Құдайым-ай, бұлардың бәрін қайда орналастыра берді? Қиын жолдарда аман келеміз, асыл заман саған сенеміз. Жалынды достық жүрегіміз мәңгілік бірге соқсын. Үлкен рахмет. Спасибо большое, моя родина Казахстан. Katta rahmat, Қазақстанны yaxshi ko'raman. Kamsahamnida. Dankeschön. Zur rahmet. Толығырақ түсіну үшін оқылым мәтінімен танысып, көтерілген басты мәселені анықтайық және мәтін соңындағы ой түрткі сұрақтарына жауап берейік. Сіздерге мәтінді түсініп оқуға 1 минут уақыт беріледі. Сұрақтарға жауап беру үшін өздеріңіз тамашалаған фильмнің үзіндісіне сүйенуге болады. Ойымызды жинақтап, дайын жауаппен жауабымызды салыстырайық. Мәтіндегі көтерілген мәселе оқырман қауымға, жалпы жұртшылыққа алғыс айту күнінің маңызын түсіндіріп, кеңінен насихаттау. Неліктен 1 наурыз алғыс айту күні болып белгіленді? Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Ресми мәліметке сүйенсек, 130-дан астам ұлт өкілдері Қазақстанда тату-тәтті өмір сүріп жатқаны белгілі. Осыған байланысты тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды елімізде алғыс айту күні деп белгілеген болатын. Алғыс айту күні тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын құрметтеу күні. Бұл күні қандай тарихи оқиғаларды еске аламыз? Елбасымыздың сөзімен айтсақ, Сталиндік режим кезіндегі әр жылдарда бүтіндей бір халықтар 800 мыңға жуық неміс, 102 мың поляк, 550 мың солтүстік Кавказ халықтарының өкілдері, 18 мыңнан астам
қиыр шығыстағы корей отбасылары қоныс аударды. Оларды вагондардан ашық далаға әкеліп түсірді. Ол кезде мұнда тек қазақтар ғана тұратын. Сондықтан да өздері мұқтаждықта өмір сүріп жатқан қазақ отбасылары оларды өздерінің саман үйлерінде қабылдады деп жазады елбасымыз. Келесі тапсырма тыңдалым және айтылым. Ақын Қадыр Мырзалінің қазақ осы өлеңін тыңдап, қазақ қандай халық деген сауалға жауап іздейік. Ол үшін назарларыңызға ақынның сөзіне жазылған Гаухар Әлімбекованың қазақ осы әнін тыңдауды ұсынамын. Жайлауында жүрген жігіт бағыт қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы айтатұғын желгесір, о ағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегін көлгөсір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегін көлгөсір. Тапсырманы аяқтасаңыздар, мен ұсынған жауап нұсқасымен салыстырсаңыздар болады. Қазақ халқы кең пейіл, қонақ жай, салт дәстүрді сақтаған, сәйгүлігін баптаған ел. Сөз бастайтын шешен, қол бастайтын көсем халық. Көмейінен ән, көкірегінен күй төгілген өнерпаз. Ат құлағында ойнаған шабандоз. Келесі тапсырма әдеби тіл нормалары бойынша. Еліктеу сөздерді тауып, жасалу жолын түсіндіріңдер. Мағынасына, тұлғасы мен құрамына қарай талдаңдар. Бұл тапсырманы орындау үшін еліктеу сөздердің жасалуы туралы мағлұматты естеріңізге сала кетейін. Еліктеу сөздері мағынасына қарай екіге бөлінеді. Еліктеуіш және бейнелеуіш. Еліктеуіш сөздер құлақпен есту арқылы табиғаттағы, айналадағы әртүрлі дыбыстарға еліктеуден туған сөздер. Мысалы, гүрс-гүрс, тық-тық, сарт-сұрт, шиқ-шиқ. Бейнелеуіш сөздер табиғаттағы заттардың әр алуан күйін көру арқылы сипаттау, бейнелеу нәтижесінде жасалынатын сөздер. Мысалы, селк етті, кілт тоқтады, маң-маң басты, желп-желп етеді, жымың-жымың етеді, қолп-қолп етеді. Еліктеу сөздер тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі еліктеу сөздерге түбір күйіндегі еліктеу сөздер жатады. Дүңк, жылт, шаңқ, қарқ, жалп, шіңк, бүлк, тағы басқа. Туынды еліктеу сөздер аң, ең, ың, әң жұрнақтары арқылы жасалынады. Балпаң, елпең, жылтың, кілтің, жайнаң, қиқаң. Сонымен қоса еліктеу сөздер құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара еліктеу сөздерге тек бір ғана түбірден жасалынған еліктеу сөздер жатады. Мысалы, кілт, селк, жалт, тарс, сылқ. Күрделі еліктеу сөздер қайталану арқылы немесе ет көмекші етістігі арқылы жасалынады. Мысалы, зу-зу, пыс-пыс етті, шып-шып терледі, томпаң-томпаң етті, саңқ-саңқ етті. Жауабымыз дайын болса, мен ұсынған жауаппен салыстырайық. Сатырлап, түбірі сатыр. Мағынасына қарай еліктеуіш, тұлғасына қарай негізгі,
құрамына қарай дара. Сарт-сарт етіп, мағынасына қарай еліктеуіш, тұлғасына қарай негізгі, құрамына қарай күрделі. Қалтырап, түбірі қалт. Мағынасына қарай бейнелеуіш, тұлғасына қарай негізгі, құрамына қарай дара. Дірілдеп, мағынасына қарай бейнелеуіш, тұлғасына қарай негізгі, құрамына қарай дара. Тарс-тарс етіп, мағынасына қарай еліктеуіш, тұлғасына қарай негізгі, құрамына қарай күрделі. Келесі тапсырма жазылым. Мәтінді түсініп оқып, төрт сөйлем әдісі бойынша ойымызды тұжырымдайық. Уақыт аяқталды, жауабымызды салыстырайық. Алғыс айту күні жақсылықты бағалай білуге, сыйластыққа бастар жол. Өткенге шегініс жасап, жасалған жақсылықтарды еске алу адамның бойына татулық, құрмет сезімдерін ұялатады. Еліміздегі 130-дан астам ұлт өкілдерінің тату-тәтті өмір сүруі сыйластықтың белгісі. Халқымыз асыңа тойғызбасаң да, ақ ниетіңе тойғыз. Алтын алма, алғыс ал дейді. Алғыс айтуға асығайық. Бүгінгі сабаққа кері байланыс ұсынайық. Бүгінгі сабақтан құнды мәлімет алсаңыз, аяқталған сөйлем бағанын, ал жартылай түсінсеңіз, көп нүкте бағанын, егер сұрағыңыз болса, сұраулы сөйлем бағанын толтырыңыз. Үйге тапсырма. Міндетті деңгей. Алғыс айту күні қасиетті де салтанатты күн. 120-150 сөз көлемінде эссе жазу. Мүмкіндік деңгей. Өзіңе қымбат жандарға, достарыңа, ата-анаңа, бауырларыңа, ұстазыңа, еліңе алғыс айту мақсатында ашық хат дайындау. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Білім алаңында жолыққанша сау болыңыздар.